Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымызда біз 6-шы сынып теңдеулерді шешуге байланысты есептерді шығарамыз. Соның ішінде 825-ші есептен бастап шығарайық. 825-ші есепте теңдеулерді шешуіміз керек. Ол үшін біз бірінші мына жерде 0,2 деген санымызды жақшаның ішіне көбейтіп, жақшаны ашамыз. Сол секілді теңдіктің келесі бетіндегі де 0,5-ті жақшаның ішіне көбейте отырып, жақшаны ашып алайық. 2,6 а-ның өзі тұрады, азайту 0,2-ні 3-ке көбейтсек, минус 0,6 а болады. Арғарай 0,2-ні 9-ға көбейтсек, минусты минусқа көбейтеміз, плюс болады, 1,8 шығады. Тең. Енді 0,5-ті келесі жақшаға көбейтейік. 0,5-ті 2-ге көбейтсек, 1 шығады, минусты минусқа көбейтсек, плюс болады, 1-ді жазбай, 1-ден а деп жазуымызға болады. 0,5-ті 6-ға көбейтсек, бізде мәні минус 3-ке тең болады. Енді қасында асы бар өрнектерді теңдіктің келесі бетіне жинайық. 2,6 өз орнында тұрады. Минус 0,6 а, және плюс а теңдіктің келесі бетіне минус а болып өтеді. Тең, минус 3 өз тұрады, 1,8-ті теңдіктің келесі бетіне минус етіп өткіземін. 2,6-дан 0,6-дан асам 2 қалады. Ал 2-ден 1-ді азайтсақ, бізде жай ғана а қалады екен. А тең минус 3 минус 1,8, ол минус 4,8-ге тең. Келесі есеп. Келесі есепте де тура солай жақшаны ашып алып, y-гі барларды теңдіктің бір жағына, бос мүшелер теңдіктің екінші жағына жинаймыз. 0,6-ны 2-ге көбейтейік, ол кезде мәні бізде 1,2-ге тең болады. Минус 1,2 y, 0,6-ны 3-ге көбейтсек, плюс 1,8 шығады. Азайту, мына жерден 2-ін көбейтсек, 3,6 шығады. Және 0,4 пен y-ті көбейтсек, плюс 0,4 y шығады. Тең, минус 0,3 y, минус пен минусты көбейтсек, плюс болып, 2,7-ге тең болды. Y-гі барларды жинайық теңдіктің бір бетіне. Минус 1,2 y, плюс 0,4 y, және мұна 0,3 минус теңдіктің келесі бетіне, плюс 0,3 y болып келеді. Тең, 2,7-нің өзін жазамын, және де мына жақта бізде бос мүшеміз минус 3,6 плюс 3,6 болып келеді, ал плюс 1,8 мына жаққа минус 1,8 болып келеді. Y-гі барларды жинақтайық. Мына жерде 0,4 пен 0,3-міз 0,7 болады. Оны 1,2-ден азайтып тастасақ, мәні 0,5 y шығады. Тең. Ал мына өрнектерімізді жинақтайық. Ол кезде мына екеуін қоссақ, 3, 6,3, 6,3-ден 1,8-ді азайтып тастасақ, 4,5 шығады. Y-ті табу үшін 4,5-ті бөлейік минус 0,5-ге. Бұл деген сөз, үтірден кейін екеуіне де бір сан болғандықтан, үтірді алып тастап, 45-ті 5-ге бөле салсақ болады. Сонда Y тең минус 9 шығады. Келесі 826-шы есеп. 826-шы есепте тура сол секілді жақшаларды бірінші ашып аламыз. 1,2 d-ның өзі тұрады, минус 0,5-ті 4-ке көбейтсек, минус 2d болады. 0,5-ті минус 0,5 минус 1-ге көбейтсек, плюс 0,5 шығады. Тең, минус 0,7d, мұна екеуін көбейтсек,
қосу 1,4 шығады. Енді дылары барын бір жақшаның бір бетіне жинайық. 2-ден 1,2-ні азайтсақ, бізде минус 0,8 д қалады. Мына екеуін бірден біріктіріп жерме, ал мына минус бұл бетке плюс болып келеді. Плюс 0,7 д болады. Тең 1,4 өз орнында тұр, ал мына плюс мына жаққа минус 0,5 болып келеді. 0,8-ден 0,7-ні азайтамыз. Бұл жерде себебі таңбалары әртүрлі. Және үлкен санның таңбасы қойылады, сол кезде минус 0,1 д шығады. Ал 1,4 пен 0,5-ті біріктірсек, бұлар да азайтылады да, бізде 0,9 деген сан шығады. Д-ны табу үшін 0,9-ды бөлеміз минус 0,1-ге. Жаңа айттым, егерде үтірден кейін бір сан болса, онда үтірді алып тастап, 9-ды 1-ге бөле саламыз. Сол кезде мәні минус 9-ға тең болады екен. Келесі 826-ның екінші есебі. 0,3-дің өзін жазып қояйық. Жақшаны ашамыз. Минус 2,6, минус пен минусымыз плюс болады. Плюс 0,9 n шығады. Тең 1,2 n қосу 3 болады. n-ні барларды бір жаққа жинайық. 0,3 n плюс 0,9 n минус 1,2 n. Тең 3-дің өзін жазамын. Ал мына минус 2,6 теңдіктің келесі бетіне плюс 2,6 болып шығады. 0,3-ке 0,9-ды қоссақ, плюс 1,2 n шығады. Осында 1,2 n мен мына минус 1,2 ол жойылып кетеді екен. Жазып қояйын. Минус 1,2 n. Тең 3-ке 2,6-ны қоссақ, 5,6 шығады. Ары қарай, мына жерде бізде бұл екеуі жойылғандықтан орында 0 қалады. 0 5,6-ға тең бола алмайды. Сол себепті бұл жерде мәні жоқ, бос мүше деп қояды екенбіз. Келесі есеп бізде 827-ші есеп. 827-ші есепте әдеттегідей жақшаны ашып алайық. 0,8 пен 0,5-ті көбейтейік. Сол кезде бізде 0,8 бен 0,5-ті көбейтсек, 0,4 шығады. Келесі екеуін көбейтсек, 1,6 шығады. Қосу 1,6 x. Ары қарай 2x қосу 0,4-тің өзін жазып қоямыз. Енді бізде 0,4-іміз екі жақта да бірдей тұрғандықтан, біз оларды жойып жібере аламыз. Себеп теңдіктің келесі бетіне өткізсем, ол минус болып, бәрібір жойылып кетеді. Сол себепті осы жерден жойып жібере салайық. Сонда бізде қалды 1,6 x минус 2x қалады. Ол тең 0-ге. 1,6-дан 2-ні азайтатын болсақ, бізде минус 0,4 x қалады. Ол тең 0-ге. Бұл жерде x-ті табу үшін біз 0-ді бөлеміз минус 0,4-ге. X тең 0-ді 0,4-ге бөлсек, бізде 0 шығады екен. Келесі есеп 827-ші есептің екіншісі. 827-ші есептің екіншісінде де жақшаны ашып алайық. Екеуін көбейтсек 0,2 x болады. Минус 0,6 шығады. Минус 1, 0,5 x және 0,5-ті 3-ке көбейтсек, қосу 1,5 қалады. Минус 0,4. Келесі x барларды бір жаққа жинайық. 0,2 x минус 0,5 x. Басқа жоқ, x пен біргетін.
Енді x-і жоқ бос мүшелерді жинайық. 1,5. Мына екеуін біріктіріп, минус 1,6 деп аламыз. Оны теңдіктің келесі бетіне плюс 1,6 етіп өткіземіз. Екеуі азайтылып, бізде минус 0,3 x деген мән шығады. Ал екеуін біріктіретін болсақ, так, мына жерде бізде минус 0,4 дегені тастап кетіппін. Демек, мыналарды біріктіретін болсақ, бізде шығады. Ана жерде азайтатын болсақ, 1,2 қалады. Ол екеуін қосып жіберсек, 2,7 шықты. X-ті табу үшін 2,7-ні бөлеміз минус 0,3-ге. Теңдіктен екеуінде де бір-бір үтір болғандықтан, үтірден кейін бір-бір сан болғандықтан, үтірлерін алып тастаймыз да, 27-ні 3-ге бөле саламын, сол кезде минус 9 шықты. Келесі есеп. 827-ші есептің екіншісі. 828-ге кеп қаппыз, 828-ші есепте де әдеттегідей біз бірінші жақшаны ашып аламыз. Y бөлінген 9 минус Y минус 1 бөлінген 3 тең 1 бөлінген 6 минус 8Y бөлінген 9 минус 0,5 дегенді 1 бөлінген 2 деп ала салайық. Енді Y барларды теңдіктің бір бетіне жинайық. Минус Y, мұна минус бізде плюс болып келеді. Плюс 8Y бөлінген 9 тең. Теңнен кейін минус 1 бөлінген 2-нің өзін жазамын. Ал мұнау минус теңдіктің келесі бетіне плюс 1 бөлінген 3 болып өтеді. Мына жерде Y бар екен, Y-ті демек мына жерге жазып жіберем. Y бөлінген 9 деп. Міне, Y барларды бір жаққа, Y жоқтарды теңдіктің келесі бетіне жинап алдық. Енді мыналардың ортақ бөлімін табамыз. Ортақ бөлімі 9 екен. 1-ден келеді. 9-дан келеді. Мына жерге 1-ден келеді. Ал 2 мен 3-тің ортақ бөлімі 6 болады. 6 болады. Мына жаққа 3-ден берем. Ал мына жаққа 2-ден берем. Енді барлығын біріктіру үшін біз жинақтайық. Y, мына жер 9Y, 8Y. 8Y-ге 1Y-ті қосам, сол кезде 9Y шығады. 9Y-тен 9Y-ті азайтсам 0 қалады. 0 бөлінген 9. Сонда бөлшектің алымында 0 қалды, бөлімінде 9 қалды. Y тең. Мына жақта 3, 3-тен 2 азайтсам, мына жақта плюс 1 бөлінген 6-ны жазамыз. Бұл жаққа 1-ден береме. Минус 3, мына жерде плюс 3 шығады. Минус 3 пен плюс 3-ім, ол 0 бөлінген 6 шығып тұр. Енді Y 0-ді санға бөлсем 0 шығады. Сонда бұл жерден 0 тең 0 деген мән шығып тұр. Келесі екінші есеп. 3 минус 2 бөлінген 9M минус 1 бөлінген 6 тең M бөлінген 3 қосу 1 бөлінген 5 дегенді 3 бөлінген 2 деп алуыма болады. Себебі 3-ті 2-ге бөлсек 1,5 шығады. M барларды бір жаққа, M жоқтарды теңдіктің екінші жағына жинайық. 2 бөлінген 9M. Мынау плюс екен, теңдіктің келесі бетіне минус етіп өткіземін. Тең 3 бөлінген 2. Және де бос мүшеміз плюс 1 бөлінген 6. Мынау минус болды дейді, минус 3 болды. Ортақ бөлімдері 9 болады. 3-тен берем, 1-ден берем. Бұлардың ортақ бөлімі 6 болады. 3-тен берем, 1-ден берем. Ал мына жаққа 6-дан берем. Енді барлығын біріктірейік.
барлығын біріктіретін болсақ, минус 2, мына жақта минус 3, екеуі қосылып, минус 5m болады. Минус 5 бөлінген 9m тең. Бөлімі 6 болады. 3-3-ке көбейтем. 9. 9-ға 1-ді қосам 10 болады. Яқта 18 болады. 18-ден 10-ды азайтсақ, минус 8 шығады. Бұл екеуін қысқартып жіберсек те болады. Сонда менде бұлай болады. 5 бөлінген 9m тең минус 8 бен 6 екеуі 2-ге қысқарады. 8-ді 2-ге бөлем 4 болады, 6-ны 2-ге бөлем 3 болады. m-ді табу үшін минус 4 бөлінген 3-ті бөлеміз минус 5 бөлінген 9-ға тең минус 4 бөлінген 3-тің өзі қалады. Көбейтемін де келесіні ауыстырып түсірем. Бұл бізде минус болады. 9 бен 3 қысқарады, 4 бен 5 қалады. 9 бен 3 қысқарса 3 қалады, мына жақта 1 қалады. Сонда минусты минусқа бөлем оң сан шығады. 12 бөлімінде 5 қалады. Аралас сан түрінде жазатын болсақ, 2 бүтін 5-тен 2 қалды. 2 бүтін 5-тен 2 деген мән алдық. Келесі, үшіншісі, осы есептің жақшаны ашып алайық. Жақшаны ашып аламыз. 5 бөлінген 12 с минус 5 бөлінген 12-ні 3-ке бөлетін болсақ, 12 мен 3 қысқарады да 5 бөлінген 4 қалады. 5 бөлінген 4. Азайту 1 бөлінген 6 мен 2-ні көбейтетін болсақ, қысқарып кетіп 1 бөлінген 3 қалады. Минус пен минусты көбейтем, плюс болады. Сонда 7 бөлінген 6 қалады. Ол тең 2-ге. С-сы барларды жинайық. Теңдіктің бір бетіне 12 с, мынау минус плюс болып келеді. 1 бөлінген 3 с тең 2-ні жазып қояйын. Минус 7 бөлінген 6 және минусымыз плюс 5 бөлінген 4 болады. Енді 3 пен 12-ның ортақ бөлімі 12 болады. 4-тен берем, мына жаққа 1-ден берем. Ал мыналардың ортақ бөлімі 12 болады. 3, мына жаққа 2-ден, мына жаққа 12-ден берем. Біріктірейік енді. 5, 5-ге 4-ті қосамын, 9 болады. 5-ге 4-ті қоссақ, 9 бөлінген 12 с болды. Тең. 12 бөлімінде 12 болады. 24, азайту 14, қосу 15 болады. 9 бен 12-ні қысқартып жіберсек, 9-ымыз 3 болады. 12-ні 3-ке бөлсек 4 болады. 3 бөлінген 4 с. 24-тен 14 азайтам 10 болады. 10-ға 15-ті қоссам 25 болады. 25 бөлімінде 12 қалады. Енді сыны табайық. Мына жерде менде, мына жерде плюс емес, минус екен ғой. Минус 5-тен 4 азайтам, сонда 1 қалады мына жерде. Мына жерде 12, 1. Енді сыны табу үшін 25 бөлінген 12-ні бөлеміз 1 бөлінген 12-ге. Енді сыны табу үшін 25 бөлу 12-ның өзі жазылады, ал 12-ден 1 дегенім көбейту болып ауысып түседі. 12 мен 12 жойылады, қалады, сонда с тең 25-ке деген мәнді аламыз.
Келесі есеп 829 есеп. Бұл жерде барлығын пропорция етіп шығарсақ болады. Бірінші 829 есеп 4х минус 3. Міне мына екеуін көбейтеміз бірінші. 4х 0,135-ті алдына жазып жүреміз. Қазір екеуін бір-біріне көбейтеміз себебі. Ол тең 0,114 3 минус 5х-ті қасына жазып қойын. Көбейтеміз. Енді 0,135-ті 4-ке көбейтсек, мәні шығады 1,14х болады. 0,135-ке 3-ті көбейтсек, 1,105 шығады. Тең 0,114-ті 3-ке көбейтсек, 0,42 шығады. 142 шығады. 0,114-ті 5-ке көбейтсек, 5, 0,14-ті 5-ке көбейтсек 70 қой, соны 0,14-ті 5-ке көбейтсек, 0,07х болады екен. Х барларды бір жаққа жинайық, 1,14х плюс 0,07х тең 0,142 плюс 1,105 болды. Екеуін біріктіретін болсақ, 2,1х болады. Тең, мына екеуін біріктірек, 7, 4, 47, 1,147 болады. Х-ті табу үшін 1,147-ні бөлеміз 2,1-ге. Х тең екеуін бөлетін болсақ 0,07 шығады. Екіншісі, әдеттегідей мына екеуін бір-біріне көбейтеміз. 2,07-ні көбейтеміз а минус 3,2-ге. Тең 0,9-ді көбейтеміз 2а плюс 1,14-ге. Көбейтейік енді. 2,7-ні аға көбейтсек 2,7а, 2,7-ні 3,2-ге көбейтсек 8,164 шығады. Тең 0,9-ді 2-ге көбейтсек 1,8 болады. 1,8а, 0,9-ді 1,14-ге көбейтсек 1,126 шығады. Асы барларды бір жаққа жинайық. Минус 1,8а тең 1,126 қосу 8,164. Екеуін біріктірсек 0,9 шығады. А тең 11 ойда 8, 9 болады, 9,9 шығады. Аны табу үшін 9,9-ті 0,9-ға бөлейік. Үтірден кейін бір сан болғандықтан үтірді тастап 99-ті 9-ға бөле саламын. А тең сонда 11 шығады. Үшінші есепті мына жерге сыйдыра саламын енді. Үшінші есеп. Минус 3-пен бірінші мына 200-бен 40-ты бөліп жіберсек болады. 200-бен 40, екеуі 40-қа бөлінеді. 40-ты 40-қа бөлем 1 болады. 200-ді 40-қа бөлем 5 болады да. Сонда біздің есебіміз жеңілдейін деп тұр. 9 минус 4а. Бірді жазбай қойсақ та болады. Бірақ енді сендерге түсінікті болу үшін бір көбейту деп жаза салайын. Ары қарай минус 3-ті 5-ге көбейтеміз. Ары қарай 9 минус 4аның өзі жазылады. 3 пен 5-ті көбейтсек, минус 15 шығады. Келесі 4а тең минус 15 минус 9 болады. 4а тең минус 15 минус 9-ым 24-ке тең болады. Минус 24 болады.
минус 24 болады. Аны табу үшін минус 24-ті бөлеміз минус 4-ке. А тең минусты минусқа бөлеміз плюс болады. 24 4-ке бөлсем 6 шығады. Келесі есеп. 829 шығарып қойдық. Мына әрқайсысын. Келесі 830-шы есеп. 830-шы есепте айтады, бізде есеп берілген екен, осыдағы өрнектегі жақшаларды аш дейді. Біз білеміз, егер жақшаның алды плюс болса, жақшаның ішіндегі таңбалар өзгеріссіз ашылады. Жақшаның алды теріс таңба болса, онда жақша ішіндегі таңбаларымыз қарама-қарсы таңбамен ашылатын еді. Сол қасиетке сүйене отырып жақшаны ашайық. 25 қосу 15009 азайту 14584. Бұны өзгеріссіз аштық, себебі жақшаның алдының таңбасы плюс болып тұр. Ал келесі жақшамыздың алды минус болып тұр. Сол үшін жақшамыз өзгеріспен ашылады. 2397. Плюсіміз минусқа айналады да минус 14296 деген мән аламыз. Енді барлығын біріктірейік. Барлығын біріктірген кезімізде бірінші қосу таңбаларын біріктіріп алайық. Сол кезде бізде 9, 9 бірінші қосу таңбаларын біріктіріп алатын болсақ, так, сол кезде мына жерде сонда 10450 азайту 16693 болады. Мәні сонда минус 6243. Оқушылар, осылай. Бұл кәдімгі арифметика. Бастысы мына жерде жақшаны ашудан қателеспесеңдер болды. Арифметиканы ары қарай өздерің шығара аласыңдар. Келесі 831-ші есепте де тура солай. Бірінші жақшаларды ашып аламыз. Қосу болса өзгеріссіз ашылады. 49000, 48989. Жақшаны өзгеріспен ашамыз. Минус 190 000, 1. Жерде де минус болып ашылады. Минус 180 999. Бірінші мына екеуін қосып аламыз. Сосын мына үшеуін бір-біріне қосып аламыз. Содан бір-бірінен азайта саламыз. Бұл жерде енді арифметика, мына екеуін бірінші қосу қылып біріктіріп аламыз. Одан кейін мына үшеуін бір-біріне қосу етіп біріктіріп аламыз да, және содан бір-бірінен азайта саламыз. Екі 100 мыңға 49 мыңды қоссақ, 249 мың шығады. Енді мына 3 минусты біріктіретін болсақ, ол жерден, так, соңында мыналарды қоссақ, 18, 19 болады, 9 түсіп бір ойда. Мыналарды қоссақ 7, ойдағымен 8 болады. Мыналарды қоссақ 9 болады. 9 и 1 болады. Және ана жер 4 болады. Енді таңбалары әртүрлі рационал сандар азайтылады. Таңбалары әртүрлі рационал сандар азайтылғанда үлкен сан таңбасы қойылады. Мына жерде бізде үлкен санымыз минус болғандықтан алды таңбасы минус болады да. Және осы екеуін бір-бірінен азайтсақ, так, 9, так, соңында 9 болады. Мына жерде 8 қалды, 9, и мыналарды азайтсақ, так, 170 болады.
Міне, сонда минус 170.989 шығады екен. Келесі тапсырма. 16-шы тапсырма. Бұл жерде бізде бір пункттен бір мезгілде бір бағытта А км жылдамдықпен мотоциклші және В км сағат жылдамдықпен велосипедші шықты дейді. Т сағат уақыт өткеннен кейін олардың арақашықтығы қандай болады дейді. Бізде А 39-ға, В 12-ге және Т 35-ге тең дейді. Сонда бірінші белгіні жазып алайық. А тең 39-ға, В тең 12-ге, Т тең 0,115-ге деп белгіні жазып алайық. Енді А дегеніміз бұл жерде бізде мынау осындай бір бағыт болсын, осы бір бағыттан бізде бірінші жылдамдықтары әртүрлі велосипедші шығады және мотоциклші шығады. Мынандай мысалы келесі бағытқа шығады. Олардың жылдамдықтары әртүрлі болады, бірақ олар 0,15 уақытта, яғни 0,115 деген уақытта олар қандай арақашықтыққа барды және сол кезде олардың арақашықтығы қандай болатынын табуымыз керек. Ол үшін бірінші біз 0,139-ды осы уақытқа көбейтіп аламыз. Және де велосипедшінің де несін жүрген километр сағат жылдамдығын бар ғой. Біз 12-ні көбейтіп аламыз. Так, мына жерден 0,39 емес, 39-ды көбейтеміз 0,15-ге. Және 39-ды көбейтеміз 0,115-ге. 39-ны 0,115-ге көбейтсек, 5,185 километр шығады. Ал мынау біздің келесі В дегеніміз бізде мотоцикл шығойы жылдамдықпен, то есть велосипедшінің жүрген жолы бұл екеуін бір-біріне көбейтсек 1,8 километр шығады. Міне сонда мотоциклші 0,115 уақытта 5,185 километр жүрсе, ал велосипедшіміз 1,8 километр жүрген. Енді осылардың арақашықтығы қандай болғандығын табуым үшін бір-бірінен азайта саламыз. Бұл екеуін бір-бірінен азайтатын болсақ, так, мына жерде 5 болады, мына жерде 0 шығады, 4,105 километр. 0,115 сағатта велосипедші мен мотоциклшінің арақашықтығы 4,105 километр болған екен. Жауабын солай жазып қойсақ болады. Ал екіншісінде тура осы тәсілмен шығаратын боламыз. Келесі есеп. Бізде АВС деген үшбұрыш берілген мына түрде. АВС деген үшбұрыш берілген. АВС. Енді АВ қабырғасы 9 см дейді мына жерде. Ал АС қабырғасы дейді. АС қабырғасы мына 9-дың 80%-на тең дейді. Ол үшін біз 9 дегенді 100%, ал бізде мына асы белгісіз ғой, асыны 80% деп аламыз. Пропорция арқылы 9 бен 80-ді көбейтеміз және 100-ге бөлеміз. Сол 7,12 см шығады. Келесі, мына жерде ВС деген мына қабырға, ол осы 9-дың 60%-на тең дейді. Тағы пропорция құрамыз 9-да 100%, x-де 60% деп. Пропорция арқылы 9 бен 60-ды көбейтіп 100-ге бөлсем 5,14 см шығады. Сонда ВС дегенім ол менде 5,14 см-ге тең болды. Мынау 7,12 см-ге тең болды. Енді бұлардың периметрін табу үшін үш қабырғасын бір-біріне қосамыз. Сол кезде бұл үшбұрыштың қабырғасы периметрі 21,6 см-ге тең деген жауап аламыз. Сонымен оқушылар, бүгін
алтыншы сыныпқа арналған теңдеуге берілген есептер соңына келіп жетті. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.